Ассалаумағалейкум. Мына біздің таза голландский занен ешкіміз. Өте биік, ірі. Қазір мына сауып көрсетеміз. Мына желіні өте таза. Мына желінің жуып дайындап қойдық қазір. Мынау 3 литрлік банка. Мынау 3 литрлік банка. Мына 2 литрлік банка. Мынау 3 литрлік. Қазір сразу 3 литрлікке саламыз. Мына желін сауылу несі өте кең мына. Әдемі сауылады. Жұмсақ желіндері. Жуып дайындап алып, видео созып кетпесін деп. Бұл ешкі күніне 2 рет сауылады. Қазір мынау кешкі сауылымы. Азанда бір мезгіл сауылады, одан кейін кешкісін сауылады. Ешкі өте қарынды, белі ұзын, денесі биік. Барлық стандарттарына сай келеді, мойны ұзын, желін креплениясы өте жинақы, салбырап қалған емес. И тағы да ет желін, ондай жәндегі мастит, ондай нәрселер жоқ. Таза желіні. Сауғанға өте ыңғайлы, жұмсақ желіндері. Тек бізде қазір уақыт болмай жатыр. Сауым жасауға уақыт болмай жатыр. Күніне сол себепті 2 реттен сауып жатырмыз. Желіні тырсылдап кетеді. Жақсы қарап, жақсы алса, тұқымын жақсылап алуға болады. Өте мықты ешкі. Биік, текелерден де биік. Өзінің қорамда 2 теке бар. Солардан да биік. Жүні тықыр. Бұл 3-шісін төлдеп тұр. 3-ші рет төлдеп тұр. Төлде жас ешкі. 3 литрлік банкамыз. Одан кейін канал көрермендері баршаңызға айтарым. Ерігіп отқан негатившілер болатын болса, жазудың қажеті жоқ. Себебі бұл кәсіп істеу, ауыл шаруашылығы, малға қарау деген ол оңай тірлік емес. Оны істеп көрген адамдар өздері түсінеді. Одан кейін жанынан сауудың қажеті жоқ, артынан сауат деп жатады. Сондай пікірлер де көп келеді.
Ол артынан сауған ол бір күнә емес, басқа емес, әркім өзіне ыңғайлысын істейді. Артынан сауатын болсаңыздар, мысалы үшін жәндегі құмалағы бар, болмаса зәрі бар шығатын. Сондай жәндегі нәрселері сүтке бұлғап түспесін деп, соған бұла жанынан сауамыз. Оның үстіне осы дайын станоктар жанынан сауған өте ыңғайлы. Енді әркім өзіне ыңғайлысын істейді. Бастысы ешкіге ешқандай зиян жоқ. Ешкі жақсы тұрып, ешкінің өзіне де осы ұнап тұр. Мынау қазір 3 литрді көбігі бар, басқасы бар. Сол себепті мен толдырдым әдеге. 3 литр енді банк ешқашанда тола болып тұрмайды. Мына жерде мысалы үшін 3 литр болады. Мынау қазір банкының бетімен қылып қойдым. Көбігімен әдеге бетімен қылып қойдым. Мынау кешкі сауылым. Көбігін барлығын бетіне шығардым әдеге. Тағы да көбігін басып, үстінен тағы саудым. Енді мынау тұра берсін. Қазір мынау 2 литрлік банкі. Мынау 2 литрлік банкын алып жатырмын енді. Бұны шығарып атқаным көрсін, асыл тұқымды ешкілерде қандай жақсы екен, сиырдан қандай аз берем екен, көп берем екен, қайсысы пайдасы дұрыс екен, соны көрсін деп жатырмын. Шаруашылықты оңайлату мақсатында. Мысалы үшін бір сиырдың жегенін 9 ешкі жейді. Ал енді 9 бұндай ешкі ұстайтын болсаңыз, кез келген сиырыңыздан асып түсті. Себебі қарапайым сиырлардың өзі күндігіне 3 литр дәрен беріп отыр қазіргі уақытта. Бірақ жегені көп, расходы көп. Ал мынаның расходы аз. Әрі бұл ана сүтін алмастыратын тек осы ешкі сүті ғана. Мына қазір 2 литрдің осындай болып тұр. Где-то 200 грамм ба, 300 грамм ба, о жағын нақты білмедім. Енді мынаны көріңіздер. Мынау жәндегі ешкінің желіні қандай болып салбырап қалды. Дым жоқ. Кәдімгідей мастит те, онда еш нәрсе емес. Кәдімгі әлі тумаған ешкінің сияқты болып тұр. Таза болып сауылды. Көрдіңіздер ме? Мына, мынау жәндегі көбігін басып тұрып саудым. Көбігін басып, үстінен тағы да сауып, солай сауып тұр. Мынау 3 литрлік банкі, мынау 2 литрлік банкі. Мына бір сауғанда осындай сүт беруде. Мына, қазір енді көктем шығып нағылып атқаннан кейін шыбын көп қазіргі уақытта.